Баршаңызға сәлем. Бүгін Аватар 2, яғни су жолы дейтін бөлімін айтатын болам. Егер бұл видео 6 жылда 50 мың лайк жинаса, онда 5-шісін шығаратын болам. Айтпақшы, бірінші бөлімдегі видеоның соңындағы сұраққа көбің дұрыс жауап беріпсіздер. Енді тағы сұрақ. Осы қашықтықты минутына 1 метр жүретін таспаға қанша секундта жаяу жүріп өтеді деп ойлайсыңдар? Ал олай болса лайктарыңды басып саусақтарыңды санай беріңдер. Казвойс сайрайды. Нави мен адамдардың шайқасынан соң арадан 15 жыл өтеді. Нави адамдардың бәрін жебенің ұшында ұстап жерге қайтарады. Көп ұзамай Джейк Салли да балалы болады. Сөйтіп жүріп ол 4 балалы болдық деп мақтанып отыратын жері тағы бар. Үлкені Нетейям, ортаншысы Лоак, және шиглихасы Туктирей. Ал мына қыздың есімі Кири. Бұл Грейстің қызы болып табылады. Оған қоса адамдар қауымынан Майлз дейтін кейіпкерді де белгілеп қояйық. Ол кішкентай болғандықтан криокапсулаға ұйықтауға болмайды. Сондықтан Пандорада қалып кеткен екен. Білмеймін не үшін екенін, бұны Нави халқы өрмекші деп атайды екен. Мүмкін Майлз деген атына қарап қойған шығар деп қоямыз біз. Джейк Салли Нави тілін үйреніп алып, Нави шақыртуымен көзге түседі. Нетейямға балық аулауды үйретеді. Арасында отбасымен бір селфи жасап қояды. Ал біз суретке қарап, Навилар негізі 4 саусақты болады. Оны Нейтири, Нетейям және Туктирейдің саусақтары дәлелдейді. Ал Джейк Салли таза Нави емес, оның аватары болғандықтан, оның саусағы 5. Соған орай баласы Лоак пен асыранды қызы Кириде 5 саусақ екенін аңғару қиын емес. Арада біраз күндер өтеді. Түндер өтеді. Сол түндердің бірінде аспаннан бір жұлдыз пайда болғандай көрінеді. Бұл дегенің адамдар келіп кезекте қышыма тірліктерін жүзеге асырмақшы болады деген сөз. Соңғы рет бұлармен жылы кездесу қалай аяқталғанын жақсы білесіңдер. Бұл жолда адамдар келе салып, жылы құшағын орманға аямай төгеді. Бір жыл өткен соң полковник Корич өз аватарынан оянып, қасындағы достарынан жатырқап тұрады. Артынша мән-жайды біліп алып, өзінің адам кезінде қалдырған бейне таспасын көріп, егер мен өліп қалсам, осындай да осындай. Әйтеуір соңында, сенің негізгі нысанаң ол Джейк Салли дейтін сөздерін тыңдап, тістеніп жағын тырыстыра бастайды. Джейк Аматикайдың бәрін жинап, адамдардың жүк пойызына шабуыл жасап ЛРТ-ны бөгеттейді. Сөйтіп соның ішінен бүтін қалған қару-жарақтарын жинап алумен айналысады. Сол уақытта Нетейям мен Лоак әуеде самғап жүреді. Лоак ағасын көндіріп, жердегі қару-жарақтарды қолына алып жатады. Оны Джейк көріп қоя бергенде, әуеден шабуыл жасалып, нәтижесінде Нетейям тентіреп жатып қалады. Пандораның орбитасында Корич көтеніне құйрық өздіріп алғанын жуып тұрып, бізде енді жаяу әскер дайындығымен қоса Навидің денесі бар. Яғни біздің күшіміз еселене түсті. Демек Джейк Саллиді ұстап алу қиын болмас дейтін әңгімесімен жасағын шабыттандырады. Орманды жаулаушылық оқиғасынан кейін Аматикай енді осындай өңірде тұратын болады. Джейк балаларының жауапсыздығы үшін оларға жазасын беріп, Лоакты 1 айға ұшу мүмкіндігінен айырады. Түнге қарай Нейтири Джейкпен сөйлесіп, бұл армия емес, бұл сенің отбасың ғой, деп оларға жұмсағырақ болуға шақырады. Артынша ұйықтайтын кезде аватарлар мен адамдар зертхана контейнеріне жайғасады. Ал біздің миымызға мынаның бәрін тар үңгірге қалай көтеріп шығарып жайғастырды дейтін ой жайғасады. Нави және аватарлар оттегімен ұзақ демала алатынын байқап қаламыз. Ал адамдар олардың ауасымен 1 минутта демала алмас еді. Кири анабиозда жатқан Грейстің эмбрион аватарын көріп сағынышын білдіреді. Лоак пен Майлзға норманнан көтеріп қалдым екен дейтін ой келіп Кириді күлдіреді. Майлз, менің әкем кім екенін білсеңдер ғой деп отырғанда сценаны Коричке ауыстырып жіберіп, жаңадан соғылып жатқан орман орнын басқан базаға тап боламыз. Bir жылдың ішінде осындай Бриджхед Ситиді қалай жылдам тұрғызды деп таңғалып отырғанымызда, экзоқаңқасын киіп жаттығып жатқан генерал Ардмар Коричқа бәрін айтып береді. Сөйтсек, мына робот термиттер тынбай құрылыс жұмыстарын қатырып жатыр екен. Жерде тіршілік нашар болғандықтан, адамдарды Пандораға көшіру үшін оларға қала тұрғызылып жатқаны тағы айтылып қалады. Алайда бізге кедергі жасап жүрген Джейк Салли бар. Соның көзін құрту керек дегенге келтіреді. Артынша олардың Аллилуйя тауындағы бір үңгірде жасырып жүргені айтылып, Коричтің жасағы енді Навилардың арасына бірігіп, солардың әуе кеңістігіне ене бастайды. Сол уақытта балалар асыр салып, қыл көпірде ойнап жүреді. Артынша бұтаққа оралып қалған өткен шақтың қалдықтарын тамашалайды. Кири орманның ғажайыптарына көз жүгіртіп, айлампаш жануарларға тамсану үстінде. Коричтің жасақтары орманға енген соң, 15 жыл бұрынғы быт-шыты шыққан нәрселерді таба бастайды. Корич өзінің экзоқаңқадағы денесін көреді. Балалар олардың ізін анықтап, сонымен жүріп береді де, оларды тауып Джейкке хабарлайды. Ол ақырын сол жерден табан жалтырату керектігін айтады. Төртеуі қашып бара жатқанда бұлар Коричтің жасағына ұсталып қалады. Корич Джейктің баласын танып қойып, оның қайда екенін сұрайды. Ол ағылшынша түсінбейтіндей түр жасап, Навиша сөйлей бастайды. Корич онда мә саған деп өзінің Навиін қыштып, одан Джейкті сұрай бастайды. Бір кезде Майлзға қарап, оны танығандай болады. Арасында генералдан эвакуация сұрайды. Біраздан кейін Корич роботтағы бейне жазбаны көріп, Саллидің және Нейтиридің түрлерін көріп алады. Артынша өз бас сүйегін қолына алып мыжып тастайды. Жарықта Полифем планетасы көлеңкелей бастайды. Солай уақытша қараңғы түскенде Джейк пен Нейтири келіп орманды іздеуге көшеді. Нетейям Джейктің бұйыруымен икрамдарды күзетіп қалады. Көп ұзамай екеуі ізделінді орнынан табылып, балаларға белгі береді. Джейк біреуін өлтіреді. Нейтири екіншісін өлтіреді. Корич Нейтиридің Робин Гуд екенін түсініп, "Обәкат шваланчы" деп жебеге қарап отырған жерін былғай бастайды. Біреу Нейтириді дәлдей бергенде, оны Нетейям құтқарып қалады. Ал Нетейямды қар
қоршап ораған оқтан Джейк құтқарып қалады. Корич Нейтериға гранатадан атады. Барлығы бір-бірін құтқарып оқтан қалқаланып жүргенде Корич Майлзды ұстап алады да ұшаққа салып алып кетеді. Қалғандары "Чё там, амансың ба?" деп бір-бірін табады. Мына жақта генерал Майлзды сұраққа алып, Джейк қайда дейтін сұрақтарынан қойып басын айналдырып жатады. Оған Корич шыдамай, онымен әке ұқсап сөйлесейін деп, оны бөлек камераға жайғастырып, ақырын сөзбен көндіріп көруге тырысады. Майлздың көнетіндей түрі бар. Джейк Аматикай халқы қауіп үстінде екенін біліп, әйелімен халықты тастап, басқа жақты паналау жөнінде әңгіме құрады. Нейтири оған келіспей, "Сен Турук Мактосың, сен халықты қорғамасаң, әкемнің берген аманатын бұзасың" дегенге келтіреді. Түбінде Джейк отбасымен бірге Аматикайдан қуылу рәсімін орындайды. Солай ол Турук Макто өлді, бірақ оның халқы әлі де жасайды. Дегендей су асып, ұзақ жол жүріп, Риф тайпасы Меткаинаға кеп тап болады. Бұл жақта ол өздерін таныстырады. Ал бұларды күтіп алушылар Меткаина қараушысы Тоновари мен оның әйелі Ронал. Ронал өзінше, мынадай құйрықпен, мынадай иықпен бұлар суда жүзе алмайды ғой, деп бұларды жақтырмай тұрады. Нейтири Джейктің бұрын соңды Турук Макто болғанын айтып, біраз ұпай жинап алады. Ронал қорқып, бұлардың ізіне қуғыншылар да осы жаққа жетіп келетінін білдіреді. Оның үстінен саусағының бесеулігін көріп, сескенуі күшейе түседі. Нәтижесінде Тоноваридің шешімімен кейіпкерлер аралда қалатын болып шешіледі. Бұларға жүзуді Тоноваридің балалары Онун пен Церея үйрететін болады. Джейк заттарын алып гамактарына жайғасады да, балаларына "Ешкіммен қырылыспай тыныш жүріңдер, әйтпесе қуып шығады. Аренданың ақшасын ойнап айтам. Енді бұл біздің тұрақтайтын үйіміз" дейтін қоныс тойға жарайтын әңгімесін айтады. Біраздан соң жүзу сабағы басталады. Нетейем, Лоак және Кири үшеуі су асты ғажайыптарымен танысады. Арасында ауа жұтып алып қайта сүңгиді. Келесі сабақ су асты мақұлықтарын жүгендеу. Енді барлық нәрсе көп күндік тәжірибемен келетін болғандықтан, бірінші мүмкіндік әрқашан күлкілі болатыны сөзсіз. Джейк өзінің су тұлпарын бағындырып, Турук Мактологын көрсетеді. Церея бұларға демалу техникасын көрсетеді. Лоак оған ғашық болып жүрегі дүрсіл қағып техниканы бұж жібере береді. Солай уақыт өте келе бұлардың жүзулері бірқатар жақсарады. Корич баласын жасағымен бірге жорыққа алып жүреді. Орманға келгенде Навидің тілін білмей тұрғандарына қарап, Майлз бір мырс етіп алады. Корич оны Нави тілінен аудармашы етіп жариялап алады да, Аллилуйя тауларына келіп икрамдарды бағындырып үйренеді. Солай Корич бағындыра алмай құлап кетеді. Деп отырғанымызда шыға келіп, Джейктің бірінші фильм бойы жасаған еңбегін жоққа шығарып береді ғой әлгі жердеше. Джейк көт ескегімен судың астымен де, бетімен де жүзіп үйренеді. Оған тайпа басшысы да, мына баладан бір нәрсе шығады дейтін түрмен таңғалады. Әрі қарай су философиясы сабағы басталып, Церея Лоакқа қолмен узи жасап, "Су біздің үйіміз. Осында сен туыласың, осында сен өлесің. Оның шегі жоқ. Су сенің ішіңде, су сенің сыртыңда. В общем, айналаның бәрі су ғой" дейтіндей әңгімелер айтылады. Лоак оның бәрін оқып, оң нәтиже беруден таяр емес. Түнге қарай су астында аса керемет гардероптар ашылып, Кири көбелектің қанатына ұқсайтын әртіс көйлектерді киіп көріп, балықтарды телепатиялық қозғалыспен былай жүзіңдер деп қозғалтып үйренеді. Күндіз Кири құмға қарап жатқанда, Меткаин балалары келіп, "Сен Нави емессің" деп оның бес саусақтылығына тіреледі. Сонда оны қорғаштап, "Бес саусақ бірдей емес, ұқтың ба?" деп оған Нетея мен Лоак тұрып береді. Артынша Лоак, "Бес саусақпен білесің бе не істеуге болады?" дейді да пәріп жіберіп жекпе-жекке түседі. Бәрі біткенде Джейк оған ұрысып, "Әкімнің баласын ұрып жүргенің не? Ұят емес пе, бар татулас" деп оны айдап салады. Кири, "Мен кіммін осы?" дейтін сұрағын қойып мазасызданып отырады. Уақыт өте келе Лоак Меткаин балаларынан кешірім сұрайды. Олар Лоакты өзімен бірге алып, ашық теңізге шығып, балық аулап жүріп адастырып кетеді. Ал ашық теңізде білесіңдер қандай бүжайлар жүретінін. Соның бірі Лоакты көріп қалып, соған шабуылдайды. Ол қуыстарға тығылып жатып аман қалады. Бірақ дем жетпегендіктен бетіне шыға бергенде, оны байқап қалып енді жейін деп жатқанда, одан да үлкені шыға келіп Лоакты аман алып қалады. Кейіннен Лоак соның үстінде отырып, оның толкун екенін анықтайды. Қазақша толқын деп қойсақ та болады. Содан Лоак оның жүзбе қанатына қадалған гарпун жебесін суырады да, екеуі қол ұстасып теңіздің астымен жүзеді. Біраздан соң түнгі көріністерді де тамашалайды. Мына жақта Кири Эйваны сезіп отырғанын Джекке айтады. Иә, Эйва деген бұл жақта философиялық термин болып саналады. Оны енді бірінші фильм жайлы айтылған видеомнан жақсы білген боларсыңдар. Бір кезде бұларға Лоак жоғалып кетті дейтін хабар жетеді. Біраздан соң ол өзі кеп тұрады. Оны көріп Тоновари баласын жазаламақ болып тұрғанда, Лоак оның бәріне өзі кінәлі екенін айтып лапшаларын іледі. Джейк оған ұрысады. Нейтири үлкен ағасына, "Сен не, полифем қарап жүрсің бе, әлде жұлдыз санап жүрсің бе?" деп інісінен көз алмауын міндеттейді. Ертесіне балалар жиналып Лоаққа сенбей тұрады. Ол, көрдім деймін, ол мейірімді деп толқынды жақтайды. Сөйтсек, бұлар өз популяциясынан қуылғандықтан жалғыз жүретін паякан деп аталады екен. Әдетте олар қанаттарынан не бір мүшесінен айырылып, жауыздықпен тіпті навиларды жеп күн көреді екен. Алайда біз көрген толқын паяканға онша ұқсамайтын сияқты. Содан Лоак қайтадан толқынды тауып алып, онымен жүзу сабағын өтіп, арасында не үшін қуылғанын сұрайды. Әзірше ол жұмбақ. Сол уақытта Меткаин балалар кейіпкерлерді өздерінің Эйва ағашы сияқты қасиеті бар әулиелі жеріне алып
келеді. Уақытша қараңғылық түскен сәтте олар сүңгіп, сол ағашқа шаштарын қосып өлілермен байланысқа түседі. Кири өз шешесін тауып, одан әкем кім деп сұрай бергенде, спойлерден аулақ дегендей болды ма, әйтеуір Киридің эпилептикалық ұстамасы ұстап аралға жеткізіледі. Бұл жаққа оқымыстылар ұшып келіп, оның диагнозын анықтайды. Ронал оқымысты адамдарды қуып, өзі біраз далбасасын жасап алады да Кириді оятады. Спелман оны енді рух ағашымен байланысқа шығармау керектігін түсіндіреді. Әйтпесе бұл арал бір Кириге азайып қалады дегендей. Корич жасақтарымен ұшып жүріп Джекті таппайды. Сөйтсе ол мына біреу шоғырланған аралдардың бірінде жүрген сияқтанады. Ол үшін Коричке іздейтін техника керек болады. Ал танысайық. Мынау толқын алғыш капитан Скорсби. Ал мынау гидробиолог Иен Гарвин. Корич бұларға мақсаттарын түсіндіріп, бірден іске кірісуге көшеді. Меткайындар жаққа көптен бері болмаған толқындардың миграциясы орын ала бастайды. Бір қызығы, бұлар меткайындарға рухани ағайынды апалы сіңілі болады. Мысалы, Ронал өзінің рухани әкпесімен қош көрісіп, қал жағдай сұрасып әңгіме айтып тұрады. Солай табиғатпен гармония жалғасады. Алайда Таунуи аралдарының біріне гармония бұзғыш Христофор Колумбтар келе бастайды да, кешіріңіздер, Джекті көрмедіңіздер ме? Деп дөрекілікпен сұрауға көшеді. Бұл байғұстар білмейтінін айтады. Майлз оларды өлтірмеші деп жалынғандықтан, Корич жасақтары тек лашықтарын өртеп кетеді де шокермен мәжбүрлеуді жалғастырады. Бірақ дым шықпағандықтан Корич оның өзін қармаққа ілуді ойластырады. Оған қоса Скорсби толқындарды өлтіруге болмайды, әйтпесе меткайындар жетіп кеп бізді қырады дегенде, Корич Джейкті қалай ұстау керек екенін түсінгендей болады. Коричтің ойрандауы мына жаққа да жетеді. Оны естіген Нейтири қызбалыққа салынады. Джейк оны жуатып, жаным, ең күшті шабуыл ол қорғаныс. Біз шабуылдасақ, мына халықты қауіп-қатерге душар етеміз дегенге келтіреді. Лоак Паяканның неліктен қуылғанын білгісі келетін сұрақ маза бермейді. Оны білу үшін соның аузына кіріп, мына сыммен коннект орнату керек. Солай Лоак әлгі жауыз капитанның кесірінен бәрі қырылып, популяциясының ажырап қалғанын түсінеді. Демек бұл қуылған Паякан емес, өз отбасынан айырылған жетімкан болып шығады. Оны түсінбей жатқан Тоновари Лоактың онымен бірге уақыт өткізіп жүргенін көріп, Паяканнан аулақ әңгімесін ұстанып алады. Джек та оның сөзіне сенбей Лоакты тыныштыққа шақырады. Бірақ үлкендер де анда-санда қателесетінін бұлар қайдан білсін? Балаң да сөзіне аздап болса да мән берсе де болады ғой, дейтін сөздер Лоактың аузынан шығып, Джекке өкпесін білдіріп тұрады. Ертесіне гарпундардың бәрін саптап, техникаларды іске қосып, толқындарды аулау жұмыстары жүріп жатады. Бірінші бомбамен тентіретеді де, еркектерін акустикалық дыбыспен қуып жібереді. Ал ұрғашылары балаларын тастай алмай жай жүзіп, ұсталатындары да солар болып шығады. Әрі қарай сүңгуір капсула торсылдауықпен атып, тірі толқынды судың бетіне шығарады. Толқынның үстіңгі терісі қатты болғандықтан, Скорсби оны астынан жарылғыш гарпунмен атып өлтіреді. Ал баласы қасында жетім болып өксіп қалады. Бәрі біткен соң өлген толқынның аузын ашып, безінен бір сұйықтық алады. Бұл жердегі адамдардың қартаюын мүлдем тоқтатып тастайтын болып шығады. Осы сәтте бір ғана ыдыс сұйықтығы үшін қаншама толқын өлетіні де анықталады. Корич олардың денелерін бір жерге жинап, Джейкті қармаққа ілу керектігін айтады. Біраздан соң меткайындар және Джейктің отбасы келіп, қырылып жатқан толқындарды көреді. Арасында әлгі Роналдың рухани әкпесі де өліп жатады. Оны көріп ашуланған меткайындар адамдарға, яғни олардың тілімен айтқанда шайтандарға соғыс ашу көзделеді. Джейк оларды сабырға шақырып, одан да толқындарға мына трекерлерден аулақ болсын деп түсіндіріңдер дейтін үндеуін айтады. Оған қоса Джейк Коричтің мақсатын түсініп қояды. Мына жақта Лоак өзінің толқынына хабар беруге аттанбақшы болады. Оны ағасы тоқтатады. Ол тыңдамай кетіп қалады. Қалғандары да оның артынан еріп береді. Лоак өзінің толқынын тауып, трекерін суырмақшы болады. Қалғандары да оған көмектесе бергенде, алыстан Гарвиннің Матадор кемесі көріне бастайды. Оны көріп, балалар Джейкке шығады. Джейк Тоновариге шығып, дабыл белгісі қағылады. Солай мына жақтан Корич жасақтары батискафтарымен су астын тіміскілеуге кіріседі. Мына жақтан меткайындар су тұлпарларына отырып шауып келеді. Ал балалар су астындағы балдырлардың арасында тығылып жүреді. Алайда бұлардың көліктерін ұстап алған бұлар енді қолмен жүзіп, ауа қалталарда тығылуға тура келеді. Нәтижесінде бұлар көзге түсіп, ауға ілініп қалады. Корич пен Лайл икрамдарымен зүңгіп, бұларды алып шығады да кемеге жеткізеді. Сөйтіп Корич, Церея, Тук және Лоак үшеуін тұтқынға алып байлап қояды. Майлз қашып кетіп, оларға көмектеспекші болады. Бірақ бәрі бекер, қайта орнына келеді. Джейк көздеуішпен үшеуінің байланып тұрғанын көріп, Тоновариге хабарлайды. Корич оны тек жалғыз өзің кел деп шақырады. Джейк, бәріне мен кінәлімін, енді сол кінәмді өзім жуамын, дейді. Ронал, сон айтам, бош тез баш, деп оны өзін аттандырып жібереді. Өйткені расында солардың қызы Церея да шүберекке жанын түйіп тұр дегендей. Су астынан Паякан Лоактың байлауда тұрғанын көріп жынданып, судың бетіне секіріп, кеменің үстіне жайғасып өзіне төсек тауып алады. Оны көрген сарбаздар оқ жаудырып, оны қытықтаумен болады. Скорсби оған гарпуннан жібереді. Ол оны үстіңгі жағымен қағып түсіреді. Сол сәтті пайдаланып, Джейк пен оның әскері шабуылға кіріседі. Оны көріп сарбаздар ұңғыны соларға қарай бұрады. Корич әуеден оқ жаудырады. Нейтири оларды залалсыздандырумен айналысады. Солай тағысын тағы дегендей. Қалғандары да жеке-жеке қайықтарды залалсыздандырып,
тағы дегендей. Кореш Нейтериді атады. Оған Джейк жағаласады. Батискафтағылар Киридің артынан жүзеді. Кири шашын су асты тіршілігіне жалғап, соның қармалауыштарын басқару арқылы батискафты батырып, пилоттарын байлап тастайды. Паяканды ұстау тағы сәтсіздікпен аяқталып, кеменің қозғалтқышын бұзады. Майлз да қарап тұрмай Матадорды қозғалысқа келтіріп, алға бар жылдамдықпен жүзгізіп, үшкір жармен астын жанастырады. Енді Аватардың да, Титаниктің да режиссерлары бір болғандықтан, кеменің бату сценасы болатынына таң қалмаймыз. Джейк су тұлпарымен Корештің экранын тістеп алып суға құлатады да, Корешті қолмен жүзгізіп кетеді. Капитан Паяканды ұстай алмай әлек болады. Паякан олардың сымарғанын іліп алып, қайықты біраз жерге тасып, үшкір тастармен шатастырып тастайды. Олар келесі гарпунды оқтайды. Сонда Паякан лезде шыға келіп, қайықты арқанмен орап, бұрын менің қанатымды кесіп алып ғой, енді мен саған сенікін кесіп аламын деп Паякан кегін алады. Нетейям келіп үшеуін босатып қашады. Алайда Майлз солардың қолында екенін түсініп, Лоак соның артынан жүріп береді. Мына жақта Кири капрал Лайлға ұсталып, енді осы кезекті байлауға тұра қалады. Тук пен Цирея оны құтқаруға келгенде, Кореш шыға келіп оны қайтадан байлап қояды да Цирейяны итеріп жібереді. Нетейям мен Лоак Майлзды босатып алады да, қаруларын тартып алып Корештің жасақтарымен атысады. Үшеуі қашып бара жатқанда Нетейямға оқ тигені байқалып, Цирея бәрі қосылып оны тастың үстіне алып келеді. Мұнда Джейк пен Нейтири күтіп ала бергенде, Нетейямның жарақаты мына бетінен болды, мына бетінен бітті деп тесіп шыққаны байқалып, Нейтириді аңыратады. Кореш Джейкқа шығып, Кири мен Тукты ұстап отқанын айтып, оны дуэльге шақырады. Джейк дереу аңырап отырған Нейтириді қанаттандырып, садағын саптатып өзімен бірге алып кетеді. Лоактан түк пайда жоқ дегендей, ол Цирея екеуі қалатын болады. Сөйтіп Джейк батып жатқан кемеден табылып, ракеталарды жарып, оны одан бетер батыра бастайды. Нейтири садақпен атып, сол тесіктен басқаларын атып ширақтық көрсетеді. Солай үшіншісін, төртіншісін, бесіншісін атып Корештің көтін дірілдетеді. Сөйтіп кек алумен қатты құнығып кеткендіктен садағын сындырып алады. Джейк Тукты босатады. Алайда Кореш Кириді пышақтың жүзінде ұстап, қозғалдың өлді әуенін жырлауға кіріседі. Сонда мына жақтан Нейтири шыға келіп, Майлзды пышақтың жүзінде ұстап, қозғалдың өлді әуенімен домбыраны дыңғырлатып айтысқа көшеді. Түбінде Нейтири не өлтірамайды деп пең деп пышағын көтере бергенде, Корештің жүрегі елжірең етіп, балалардың барлығы қауіпсіз жерге көшеді. Кореш пен Джейк өткенді еске алу кешін ұйымдастырып жібереді. Сөйтіп тұрғанда кеме аударылуға кіріседі. Тук ағып кетеді. Оның артынан Нейтири қоса ағады. Майлз бен Кири кім аман қалар, кім өлер деп аңдып жүреді. Джейк пен Кореш су астында жекпе-жегін жалғастырады. Джейк оны қылқындырып жеңіс табады. Алайда жұтатын ауасын таппай иесінен танады. Көмекке Лоак келіп, Майлз екеуі әке-шешелерін іздеуге кіріседі. Кири жамылғылардың бірін киіп алып, жарқырауықтарды іске қосып, іздеу жұмысын жеңілдетеді. Майлз Джейкті іздеп жүріп Корешті табады да, итте болса әкем ғой дейді да, оны судың бетіне алып шығуды жөн көреді. Лоак Джейкті тауып, ауасы бар кеңістікке алып шығады. Артынша оған су философиясынан жайнап, демалу техникасын үйретеді де, екеуі суға сүңгиді. Кири жарқырауықтардың ізімен Тук пен Нейтириді тауып келіп, Нейтириге жамылғысын кигізіп, келген жермен қайта жүзіп шығады. Жарқырауықтар Джейк пен Лоакқа да жол көрсетіп жібереді. Джейкке ауа жетпей түн шыға бастағанда, Паякан кеп қалып көмектесіп, оны судың бетіне жылдам шығарады. Барлық отбасы осы жерде бас қосып, Джейк те Лоакқа әйтеуір бір риза болады ғой. Күн шыққанда Майлз Корешті жағаға жеткізеді. Артынша Корештің икрамы ұшып келгенде, Майлз бен әкесінің арақатынасы осы жерінен ажырайды. Сөйтіп Майлз Джейктің отбасына жайғасады. Біраздан соң Нетейямды жерлеу рәсімі орын алады. Орманда туылдың не, суда өлдің не, бәрібір сенің жадың Эйвада сақталады дегендей, Нетейям Меткайынша су астына тапсырылады. Тоновари Джейкті Меткайын етіп жариялайды. Джейк пен Нейтири әруақ ағашына барып, Нетейяммен байланысқа шығып, оны еске алады. Енді Джейк Аматика емес, Меткайынна екенін айтып, мен іздесеңдер енді осы жақтан табасыңдар, ал келіңдер деп жауларына тық қарауға дайындалады.